чемоданымыздан біз білмейтін пышақтың қалай шыққаны туралы айтып беретін боламын. Видеоны соңына дейін қара. Осыдан тура 2 жыл бұрын күйеуім Алматыдағы барахолка базарынан, яғни Барыстан әртүрлі заттарды Сәтпаев қаласына фурамен салып жібереді. Сол фура Сәтпаевқа жетем дегенге дейін күйеуім пойызбен Алматыдан шығып Сәтпаевқа келеді. Жаңағы чемоданды өзі күтіп алып, өзі ішіндегі барлық заттарды алады. Чемоданды бос етіп үйге әкеледі. Ол кезде біз Сәтпаев қаласында 1 жылға тұруға барған едік жұмыстармен. Бір күні ол чемодан бос болып тұрды да бірнеше айдан кейін біз менің төркініме Қызылорда облысы Қазалы ауданына енем, балам және қайнапамның баласы төртеуміз Сәтпаевтан Қазалыға қарай жолға шығып кеттік. Сәтпаевтан пойыз жүрмейді, Жезқазғаннан міндік пойызға. Жезқазғанда ешқандай тексеріс болған жоқ. Аман-есен Қазалыға жеттік. Ол жақта 2-3 күн болып, менің төркінімнен шығып, Қазалының вокзалынан да тексеру болған жоқ. Чемоданды ешқандай лентаға қойып тексерілген жоқ. Сөйтіп Алматыға аман-есен үйімізге келдік. Қазалыға тойға баратын болып, күйеуім, балам үшеуміз қыркүйек айында жолға шығып кетеміз. Сол кезде Алматының вокзалында біздің чемоданды лентаға қойған кезде бір үлкен пышақ тұрады ғой. Расымен ол пышақты өзіміз де барып көреміз. Ойбай, біз пышақ салған жоқпыз, жолға пышақ алған жоқпыз деп айтамыз. Дәл сол кезде 1,5 жасар баламыз мазасызданып жылап кетеді, бірақ біз чемоданды ашып көрсетеміз, ішінден пышақ көрінбейді ғой деп. Әйтеуір не керек, сол жерден аман-есен өтіп кетіп пойызымызға отырдық. Қасымыздағы көршілер қарбыз ба, қауын ба бір нәрсені кесіп турап алайық деп пышақ сұраған болатын бізден. Біз де пышақтың жоқтығы екені туралы айттық. Сол кезде чемодандағы пышақ есімізге түседі ғой. Кез келген чемоданның осындай замогы болады. Соны ашқаннан кейін чемодан ручкасының, яғни ішкі жағы дәл осы ортада пышақты қадап қояды ғой. Изолентамен оралған қап-қара мал соятын пышаққа ұқсайды, бірақ түрі қорқынышты. Сондай пышақ шығады ғой. Күйеуім екеуміздің көзіміз банка. Ойбай, мынау қаяқтан келді, ешқандай біз танымаймыз, біздің үйдегі пышақ та емес қой деп мусорға сразу сала салды. Бұл жағдайды, яғни бұл пышақты кім салды, не үшін салды біз білмейміз. Өзімізде аң-таң болдық. Дәл осындай жағдай, ситуация сіздің басыңызда болды ма? Комментарийға жазып кетіңіздер. Ал егер басыңыздан қызықты бір оқиғалар өткен болса, менің жекеме жазсаңыз болады, келесі бөлімдерде айтып беретін боламын.